Muslimat KZ қыз келіншектер сайты ұсынады. Одан сұрады: «Уа Алла елшісі, мына әлемдегі сен үшін ең сүйікті адам кім?» Ол оның атын айтты. Бұл әйелдің қай қасиеті, ықылым заманнан бері жер бетінде жүрген адамдардың ішіндегі ең қайырлысының махаббатына бөленуге негіз болды екен. Өзінің балалары болмағанымен, бірнеше миллиондардың анасы атануға себепкер болды екен. Бәлкім оның шынайы сенімге негізделген көз жасы, немесе Алла елшісіне деген мөлдір махаббаты. 1000 жылдан астам уақыт өтсе де, біз әлге дейін оның сабырлылығы, көркем мінез құлқы, Аллаға деген қалтқысыз сенімі жайлы әңгімелерді сүйсіне тыңдаймыз. Ол білімге қанбаушы еді. Ол осы үмметтің ғалым болды. Ол өзінің мәңгілік махаббаты өмірінің сан қилы көріністеріне қатысты талай құнды мәліметтер жеткізді. Ол қай уақытта болмасын, барша мұсылман әйелдерінің үлгі алар басты тұлғасы. Уа ана, мүміндердің анасы, сенің орныңда болу, сендей ерекше, сендей әдемі, сендей теңдессіз болу қандай сезімге бөлер екен.